Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде бірде 100-ге обновление. Мен сіздерге осы новыйдан шыққан обновлениеға обзор түсіргім келіп отыр. Себебі бұл жерде көптеген нәрселер шыққан. Мысалы, сипаттап кетсем, бұл жерде бізде өзің киім жасай аласың қалауыңмен, және де жиһаздар шыққан, тағы үйлер шыққан, өте күшті көптеген нәрселер шыққан. Сол себепті мен негізі басынан бері тартқым келген, бірақ менің уақытым болмады. Сол себепті енді ғана тартып отырмын, соған қолым тиіп отыр. Жақында сериалдар шығарып қалуым мүмкін. Каникулға шықтық, сол себепті сіздермен көптеген видеолар шығаруға тырысамын. Күтіңіздер. Менің осы видеомды бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпай. Ендеше бастаймыз. Кеттік. Ендеше бірінші біз үйді көрсетейік. Мінекей бізде осындай розовый үй шыққан, өте күшті. Осыны енді біз соғатын боламыз. Мінекей бізде соғылып жатыр, осындай, түрі осындай. Енді біз үйдің ішіне кіріп көрейік. Екі этажный екен, давайте бірінші этажға кірейік. Достар, мінекей біз бірінші этажға келдік. Міне мынау даласы, мына жерге шай ішуге болады екен, өте күшті жасалған идеямен. Және де осы жаққа бұрылсақ, бізде осындай есік, мінекей розовый, өте күшті, ашылып жабылады. Сіздерге мен бірінші жиһаздарды көрсетпей, бірінші этажды көрсетіп шығайын. Мінекей мынау даласы, балкон сияқты, мінекей ашылып жабылады, есіктер өте күшті. Мінекей осындай дивандары күшті екен, жиһаздардың ішінен көрсетемін. Әдемі гүлдер бар екен, міне бөлмелер. Сіздерге бірінші этажды толықтай көрсеттім. Мінекей қайтадан көрсетіп шығайын. Өте әдемі жасалған, маған қаттырақ ұнады. Енді мен екінші этажға кіріп, екінші этажды көрсетейін. Мінекей достар, біз екінші этажға да келдік. Міне мынау лифт. Міне осындай, вау, достар, күшті ғой. Және де екінші этажында тоже балкон бар, міне күшті. Бірінші этажда да, және де екінші этажда да бар екен, міне. Вау, тамақ пісіретін жерлері, міне күштісінай, эстетикамен, өте күшті. Міне мынау жер өте күшті. Екі адаммен отырып, екі адаммен өте күшті. Енді сіздерге мен осы жерде екінші этажда жиһаздарды көрсетейін. Екінші этажды көрдіңіздер. Енді мен сіздерге жиһаздарды көрсетейін. Мінекей біз жиһаздарды басамыз. Және де міне осындай диваннан бізде осындай шыққан, көріп тұрғандарыңыздай, осындай өте әдемі. Және де бізде осындай шкафтан осындай нәрсе шыққан, көк, міне бұл көк екен. Мынау білмеймін, енді бір торт нәрселер қоюға арналған ау деймін. Сондай. Және де мынау да шыққан ау деймін. Білмеймін, енді новый шықса шыққан шығар. Міне мынандай, даже мынандай бар екен. Және де мынау енді бұрынғылар деп ойлаймын, или новый, білмеймін. Енді вот осылай. Енді бізде картинадан қандай суреттер шықты. Эстетикалармен осындай балық шыққан. Және де бізде осындай домалақ гүл, міне домалақ картина. Мынау бізде осындай әдемі. Мынау картина маған қаттырақ ұнады, күшті екен. Міне картиналардан осындай шыққан. Ал енді мына жерден ас бөлмеге керек осындай жиһаздар, міне қоя салайын. Осындай енді өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Өте күштірек. Енді киімдер салатын шкафтан осындай розовый шығыпты, үлкен. Және де осындай кішкентай шығып, мынау білмеймін, сандық сияқты не екен. И мынау асханаға керек заттар. Енді кухняға қойып қоюға, міне мынау осындай нәрселер уже симай жатыр бір бөлмеге. Так, енді бізде кілемнен өте көп заттар шыққан, достар, айта алмаймын. Вообще күшті. Енді кілемнен көрейік.
Вау, достар, әдемі нәрселер шыққан, қараңыздар. Міне осындай нәрсе шыққан. Вау, еще мындай бантик шығыпты, достар. Күшті. Мен осы 100 обновленияға сіздерге сериал шығарамын деп ойластырып. 2000 years later. Және де достар, бізде осындай диван деппін ғой. Осындай, яғни жуынатын не ғой. Короче, бір бәлем душ, бір ванна дейма, я ванна текші. И потом мындай туалет, кәдімгі. Просто мынау розовый екен. Және де осындай жуынатын жері. Міне қалғандары осындай айна дегенде. Міне қалғандары тоже осындай заттар. Міне. Вау, достар, новый косметика күшті. Онда өздеріңіз көрерсіздер, бірақ тартуға кеңес беремін. Өте күшті. Көп заттар шыққан. Тартыңыздар, ойнаңыздар. Прям күшті екен. Кеңес беремін сіздерге. Реклама даже. Вот осындай күшті. Енді бізде ас бөлмеден, міне, бірінші біз осындай ген бастайық. Міне осындай шыққан. Давайте келесі бөлмеге, осы жерге көрсетейін сіздерге. Міне осындай шыққан, міне пісіретінге. Және де осындай шыққан, өте әдемі, күшті. Және де бізде мынандай холодильниктен осындай шыққан, міне кішігірім, кішкентай екен. Нормально. Вот қалғандарын, тамақтарды өздеріңіз көрерсіздер. Міне осындай өте әдемілер шыққан, міне жиһаздар өте күшті. Енді вот осындайлар өте күшті екен. Енді осындай новый дивандар шыққан, міне даже көк цветінен шыққан, тағы розовый, осындай нелері бар екен. Арғарай достар, өздеріңіз көрерсіздер. Енді осымен мен сіздерге жиһаздардың жартысын көрсеттім, бірақ өте көп бұдан. Енді мен сіздерге киімдерді өзіміз құрастырып, сіздерге соны көрсетейін. Ол өте қызықты. Ендеше кеттік соған көрсетейін. Мінекей достар, осындай, не осындай не қойып қойған, адам денесі сияқты. Біз бір форма таңдап аламыз. Міне мен үлкенді таңдап алам. Үлкенге құрағым келіп отыр. Мен мысалы құрасам күшті сияқты. Немесе көйлек. Жоқ, осы бола берсін. Мен кофтамен бір бәле құрағым келіп жатыр. Так, давайте шалбар көрейік. Жоқ, достар, мен анам өте күшті болады осымен. Және де, так, шалбарға джинсы көрейік, немесе юбка. Вау, достар, өте күшті шықты, немесе мына шалбарды көрейікші. Вау, достар, оверсайз болды. Енді аяқ киім көрейік. Мынау, так, кроссовка болсыншы. Так, үшеу бар екен, намен әдемі жарасар. Я, осымен әдемі жарасады. Бір сағат ба, бір бәле тағып алайық. Күшті шығар. Ой, достар, артқа қайтаруға да болады екен даже. Міне осымен әдемі кетеді. Енді сумка қоймаймыз. Вот, достар, осы образ вообще зор, күшті болған міне. Осыны басайық. Міне осындай нәрсе шықты. Мен осындай киім құрадым. Өте күшті. Осылай құрасаңыздар болады. Достар, осымен бізде видео аяқталды. Мен сіздерге 100 обновленияны обзор түсірдім. Бірақ мен жиһаздардың жартысын түсірмедім, өйткені көп болып кетеді деп. Сіздерге бұл видео ұнады деп ойлаймын. Мен сіздерге өзім, яғни қызықты әрі өзім киім жасап көрсеттім. Өздеріңіз солай қалауларыңызбен, осылай вибірмен өздеріңіз жасасаңыздар болады. Бірақ мен әлі киіп көрмедім ол киімді. Бірақ өте күшті шыққан, өзімнің идеяммен, өзім қалауыммен. Өте күшті шықтым. Сіздерге рахмет. Видеомның соңына шейін көргендеріңізге, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Сіздер үшін көптеген пайдалы видеолар және де сериалдар шығарушы боламын. Ендеше сау болыңыздар. Всем пока.